Екібастұз қаласының ауылдық аймағы екі әкімді сайлауға дайындалуда. Жаңа әкімдер Шідерті кенті мен Қоянды ауылдық округінде сайланады деп жоспарланса, дауыс беруге 4000-ға жақын сайлаушылар қатысады. 11 қаңтардан бастап 23 қаңтар аралығында сағат 18:00-ге дейін ұсынылып жатыр құжаттар, яғни немесе партиялар ұсынуы мүмкін, және өзін-өзі азаматтар өзін-өзі ұсына алады. Жалпы біліктілік талаптары бар, соған сәйкес ұсынылады. Бірақ бұл жерге айта кетейін, біз ешкімге бас тарта алмаймыз. Қабылдаудан барлығын қабылдаймыз, құжаттарын қараймыз, талаптар бар, қандай құжаттар керек екені, сосын тиісті уәкілетті органдарға жіберіп, тексеріп, егер сәйкес болса, оларды тіркейміз. Қоянды ауылдық округіне қарасты Бесқауға және Қоянды ауылдарында бір-бірден сайлау учаскелері болса, Шідерті кентінде 2 сайлау учаскесі ашылады. Яғни дауыс берушілер 4 сайлау учаскесінде ақпанның 18-інде жаңа әкімдерін сайлайды. Тіркеу 28 қаңтар күні сағат 18:00-ге дейін тіркеледі. Одан кейін алдын ала үгіттеу жүргізіледі жұмыстары кандидаттармен, тіркелген үміткерлермен. Әкім боламын деушілерді саяси партиялар ұсына алады. Сонымен бірге өзін-өзі ұсынушылар да бұл науқанға қатыса алады. Қалалық аумақтық сайлау комиссиясының басшысы Әсем Оспанованың айтуынша, әкім лауазымына үміткер болып сайлауға түсуге Қазақстан Республикасының 25 жастан асқан азаматтары құқылы. Бір кандидат бар, Шідерті поселкесіне бір кандидат ұсынылды, бұл Аманат партиясымен ұсынылды. Сонда конференция болып, бір азаматты ұсынып отыр. Қазіргі таңда құжаттары тапсырылды, енді ғана қабылданды. Енді қазіргі таңда біздің мақсатымыз оны Павлодар қаласына уәкілетті органдарға тапсыру. Солардың жауаптарына сәйкес немесе сәйкес келмеу шешімін қабылдап, ары қарай тіркеу жұмыстары жүргізіледі. Басқа үміткерлер біз негізі газеттерге барлығына біз хабарлама бергенбіз, жарияланғанбыз. Ол жарияланды 11 қаңтар күні сайлау болады деп, және одан бөлек Екібастұз қаласы әкімдігінің интернет ресурсында да бұл хабарлама бар. Және де бізге Екібастұз қалалық аумақтық сайлау комиссиясына Машқұрсып 48 мекенжайында орналасқанбыз. 34-01-27 нөміріне хабарласып, білуге болады, қандай талаптар бар, тапсыруға болады ма, қандай құжаттар керек деген сияқты. Бұл ашық түрде, ешқандай жасырын емес, ашық түрде ол нелерді ақпаратты білуге болады. Өткен жыл өзіңіз білесіздер, 2023 жыл 1 қаңтарда өзгерістер енгізілген, сол мерзімі бойынша, талаптар бойынша өзгерістер енгізілген. Соның ішінде мысалы, егер бұрын тек қана жоғары білімді ғана азаматтар ғана егер ұсынуға болса, қазір жоғары білімді ғана емес, орта арнаулы, бірақ та егер несі болса, еңбек өтілі болса, орта арнаулы білімді азаматтар да келіп құжаттарын тапсыруға болады.